Ассалаумағалейкум, менің тикток достарым, тикток көрермендерім. Бұл жерде айтылатын осындай дрон сатып алғам. Бағасы бір 2000, әрі кетсе бір 3000 теңге тұрады. Детский дрон сияқты өзі, жеп-жеңіл. Бұның енді батареясы, мен негізі батареясын айтайын дегем. Осындай кішкентай батарея. Оны енді мен ашып ішін қарадым. Осындай кішкене батарея екен. 3,7 вольт дейді. Енді мен бұны переделкаға алғым келіп тұр. Мына жерден кесіп аламын. Сөйтіп осындай көк батареядан зарядка алатын. Тек жаңағы өлшеуге қойып қойғам екі батареясын. Осындайдан екі батареяны салып жіберем. Сөйтіп алдына осыны кілелеп отырғызам. Сөйтіп осылай келтірем. Ал арт жағына келетін болсақ, шамалы размері үлкендеу болады ол кезде. Астыңғы жағын кесіп аламыз. Астыңғы жағын кесіп алған кезде осылай тоғы кіреді ішіне қарай. Іш жағында кесіп аламыз. Ашып, болттарынан, гайкілерінен ашып, шүріптерінен. Сөйтіп іш жағын келтіріп, сосын дронды ұшырып көреміз. Осы видеом 1000-нан астам лайк жинаса, қалай жиналған, сосын қалай ұшырылған көрсетемін. Лайк басыңыздар, қолдаңыздар.